болады екен бар ғой. Блин, мен анау вечеринкаға баруым керек қой бүгін. Мама мен пападан сұрасам бере ме екен маған? Блин, бірақ олар бермейтін сияқты бар ғой. Істесем болады екен, давай мен деген бар ғой, лучше мама мен пападан сұрап көрейін да бірінші, мүмкін олар беріп қалар. Мен деген олардың жалғыз баласым ғой, маған бермесе кімге береді олар ақшаны, құрсын мен барып сұрап көрейінші. Қазір барып сұрап көрмесем осыдан. Гол салсаңдар ше, қазақса ұтылып қалған несі, Папа, ақша берші. Андрей, кетші, ақша жоқ ақша. Сұрай бергеніз ақша жоқ. Папа, мен ана вечеринкаға барайын деп едім, бәрі барып жатыр ғой, мен де барайыншы, пожалуйста. Андрей, қазір балалар, ременмен сабайын, бар ше, мамаңнан сұрақ, менде жоқ ақша. Сұрай бергеніз мен ақша. Жоқ қой, менде ақша болса бермеймін ба, неғып отырамын өздерім отырым беріп па немен, гол салсаңдар ше, гол. Мен сонша емейді саған емес, жарайды. Олар гол салып білмейді ғой, немелі. Ой, осылар всегда ақша жоқ деп. Мама осы жақта мекен? Мама, ойбай. Мама, ақша берші маған, мама. Ақша берші маған. Ау, не болып қалды? Осының бәрі мен істеуім керек, тамағын да мен істеймін. Бәрін кірінді тұрсайын да мен жоғым, осылар ғой. Немене бере дым көмектеспейді осылар дегендерінен. Не болды, Андрей, Ақша берші мама, ақша бере қойшы, вечеринкаға барым кеп тұр, бәрі барып жатыр ғой. Жоқ ақша болса бермеймін ба? Жоқ ақша саған. Өзі кредитті төлеуім керек, соған ақшам жетпей жатса өзі маған бар ғой. Ақша мені жемеңдерші өзі, сендерге жоқ ақша. Сендерге немене еще кір жуым керек, тамақ сөнерге ақша тауым керек па не, бар кете, Андрей. Жарайды, кеттім. Қор. Жарайды, мен ұрсыққан не соншама. Енді мені вечеринкаға бара алмайын ба? Мен класстастарымның бәрі барайын деп тұр. Жалғыз мен бар ғой, бейшара адам ұқсап бара алмайым. Бір даладан бір осы бар ғой, бір алтын балық ба бірдеңе тауып алсам бар ғой. Күшті өп көтереді. Бутылка. Мынау не? Саған. Мынау деген алтын емес па? Саған. Кім тастап кеткен мына жерге мына алтынды? Мен нан деген қалаға барып өткізіп жібермейін ба? Саған мына деген көп ақша тұрады ғой. Саған кереметін ай. Құрсын бар ғой, мен тез барып қалаға барып бар ғой, өткізіп жібермесем мамам папаға енді мен де ақша бермеймін бар ғой. Саған осы жақта мекен, ломбард деген қай жақ бұл? Адасып кетпейін тағы. Саған қайда екен? Осы ма ломбард деген? Саған не ломбард бұл деген? Блин, қорқыныш деген, жарайды. Қазір кіріп көрейік. Ойбай, қолымнан түсіп кетпесін мынау. Блин, давай. Ойбай, есігін емне беле? Есігін дұрсақ қоймаймын, осылар бар ғой. Ойбай, саламатсыз ба, қалайсыз? Саламаттың, өзің қалайсың балақай, не керек? Мынау алтын қанша теңге тұратын? Маған осыны өткізуге келіп едім ғой мен. Мына алтын деген 120 миллион теңгеге аламыз бұл алтын. Қанша миллион тұрады дейсіз? 120 миллион теңге. 120 миллион. 120 миллион теңге? Саған 120 миллион теңгеге мен деген көп заттар сатып алам ғой. Енді мен точно баймын. Мына қала деген өте керемет сияқты ғой. Мына шейзин камерасы емес па? Біріңе сәлем достар, қалдарың қалай? Сендермен бүгін мен Андрей. Достар, қарасаңыздаршы, мен қандай киім алғанымды. Достар, ойлаңыздаршы, мен деген миллионер болып кеттім, бай болып кеттім. Қарасаңыздар, үстімде Гуччидің киімі ғой. Короче, мен қалай байып кеткенімді айтайын ба сіздерге? Мен деген ана ауылда жүрген ғой, мама пападан ақша сұрасам, мама папа ақша бермейді маған. Потом далаға шығып теуіп жүрген ғой, бутылкалар теуіп жүрсем, сол жерде ойлаңыздаршы, біреудің қалтасынан алтын түсіп қалған ғой, алтыншы. Ол жерде ешкім болмады. Сол үшін мен бүгін дәл қазір осы қалаға келдім да, мен ломбард қойып жібердім. Достар, ойлаңсаңыздаршы, ол ломбардтан бар ғой, маған өте көп ақша берді ғой. Сол үшін достар, мен мынадай киімдер алып алдым достар. Бұйырса енді көлік аламыз достар, бәріміз бірге, достар. Ал сіздер сразу лайктарыңыз бас кетіңіздер Шейз ағаның каналына. Давай мазар, келістік па? Келістік достар. Кеттік ал. Сен қарасаңдаршы, мына қала деген өте керемет қой, біздің ауыл деген кішкентай еді. Қарасаңдаршы, мынау өте керемет қой. Бар ғой, осы жерде машина сататын жерлер жоқ па екен бар ғой? Саған. Нан қараңыздар. Мына жерде не емес па мынау деген? Қараңыздар, машина сататын мына жерде. Саған. Гелик. Саған көлікті қараңыздар. Мына жерде гелик Ваген тұр. Мына жерде BMW Camry. Жерде Мерседес тұрғынан қарасаңыздар. Қайсыны алсам болады екен? Мынаның бар ғой. Мынау BMW деген
мына бәрін сатып алсам қалай болады екен, бірақ маған бар ғой мына өте әдемі көрінетін сияқты, иә? Жазыңыздаршы комментарияға. Мәссаған, мынау гелик ваген ғой. Мәссаған, мына жерде 99 бен жүгіли тұр ғой мына жерде. Көк жүгіли. Солай болып тұр жағдайымды, кешіресің енді. Балақай, не болды саған, не керек? Ассалаумағалейкум. Мына жердің бастығы кім болады? Мен ғой бастығы, бірдеңе өткізейін деп едім ба? Қандай машинаң бар? Өткізетін болсаң айт, тез өткізіп жіберейік. Жоқ, мен машина өткізуге келген жоқпын. Осы жерден бір машинаны сатып алсам бола ма деп келіп едім ғой мен. Иә, болады ғой енді. Мына жерде ескі машиналар еще қарап ал, еще егер қазір ала алатын болса сосын жылап жүрме. Мәссаған, рахмет. Все, барып қарап ала бер, сосын жылап жүрме ағай. Давай. Болды. Аха. Достар, ойлаңыздаршы, мына машинаның барлығын бірінші тексеріп көр, потом сатып ал, одан кейін маған жылама дейді ғой достар. Бұл жерге утилизация деген ғой достар, оказывается, қарасаңдаршы, мына жерде машиналарды утилизация істеген мына жерге. Давайсыздар, бірінші болып бар ғой, мына көлік отырып көрейікші. Мәссаған, 99 болса қарасаңдаршы. Мәссаған, жүрсін қараңыздар мынаны. Ойбай достар. Мына 99 дейм, ма достар. Бірақ бар ғой, мына көлік маған қатты ұнамайды, бірақ біреулердің үйінде осындай көлік бар ма достар, жазып кетіңіздер. Мәссаған достар, ішін қарасаңыздаршы достар, мәссаған, неткен керемет, иә? Бірақ деген ескілеу сияқты ма, 90-шылығы ма, бірдеңе мынау көлік деген. Лучше қойып кетейікші, көлік маған ұнамайды онша ше. Так, давай осы жерге бір жерге қойып кетейікші көлікті. Так, мына көлік бізге жарамайды, иә достар? Так, давай достар, біз деген Камриға отырып көрейік достар, давай Камри. Мәссаған, Камриді қараңыздар. Мәссаған, Камри деген бар ғой, Камриді алсам бола ма екенсіздер, қарасаңыздаршы. Неткен кереметті мына Камри деген. Вау достар. Вау, мынау деген тез жүреді ғой. Мәссаған, құрсын мына Камриді бар ғой. Бірақ беген ана жерде BMW мен Mercedes тұр ғой, иә? Соның біреуін екеуін алайын да. Мынау. Достар, кімде осы мама папасы Камри бар, жазып кетіңіздер, Камри кімде бар. Так, давай, қойып кетейік көлікті. Давай, Камри бар ғой, бізге онша маған ұнамайды. Лучше бар ғой маған деген. Мына жерде BMW или X5 деппін ғой. Достар, сол біреуін аламыз қазір, BMW-ны или немесе Mercedes аламыз қазір. Орнына оқып қояйық. Ойбай. Или мәссаған достар, мынаны қарасаңыздаршы, мынау Мерсті қарасаңыздаршы достар, мәссаған, Ахметтің банан деген машинасына ұқсайды да достар. Вау! Давайте отырып көрейік ішіне. Мәссаған, мынаны қарасаңыздаршы ішіне. Вау! Достар, мынау өте керемет қой. Кеттік ал. Мынауың бар ғой, блин, давай мен лучше бар ғой осы, мынау енді бәрі білесіздер ғой, иә? Бірақ бұл деген көбінше ертең тағы да ақшам көбейіп кетсе осын алам. Бірақ мен пока что осы геликпен BMW-ны көреміз достар. Давай, BMW отырайықшы. Мәссаған, тез жүреді ғой, қарасаңыздаршы. Мәссаған, қараңыздар. Вау! Тоқтайық, ұрат сияқты ма көлікті бар ғой мен. Мәссаған, көлікті тұр, мен маған опасный тұр, мен бар ғой мынанша бір жерге апарып соғып тастауым мүмкін. Қарасаңыздаршы, тез жүреді ғой көлік деген. Мәссаған, мен андай көліктерден қорқамын, мен лучше бар ғой. Мәссаған, геликті асыламыз, иә сыр. Давай сіздер бәріміз жазып кетейік, осы сіздерге гелик ұнай ма, или гелик деппін ғой, лучше сіздерге банан ұнай ма, немесе бар ғой осы BMW ұнай ма, сразу комментария жаз кетіңіздер сіздер. Так, давай, көлікті дұрыстап қояйық, орнып қояйық. Достар, гелик бар ғой, қарасаңыздаршы, гелик бар ғой, өте бай сияқты статус көрсетіп тұрады да, геликті ойласаңыздаршы, геликті мынау адамдар міне бермейді ғой, тілең байлар мінеді ғой достар. Еще мен қазір байып кеттім да, ертең мамама барып мақтанбайын ба, иә? Менің осындай гелигім бар деп. Давай осыған отырып көрейікші достар. Мәссаған, достар, қарасаңыздаршы. Мәссаған, керемет достар. Давайте ашып көрейік, ішін көрейікші достар. Мәссаған, ішін қарасаңыздаршы достар, мынаны. Керемет қой мынау деген достар. Давайте қанша дейін баса деген көрейікші. Ойбай, мынау қатты жүреді ғой мынауың деген. Немене бере? Давайте бір айналып келейік. Давай достар. Мәссаған, мынау деген өте керемет сияқты, иә? Вау. Ойбай, айнан соғып алдым ғой, мәссаған. Бірақ ештеңе болмады ғой мына көлікке. Мәссаған. Давай оны осы сатып алайын деп айтайын да, ақшасын беріп кетейін. Құрсын біз ұрлауға болмайды ғой ештеңені. Давайте қазір барып беріп кетейін осын, яғни ақшасын. Қанша миллион теңге тұрады екен, сол қызық болып тұрады ғой, бір 100 миллион теңге тұрады шығар, или 60-70 миллион. Давай түсейік. Так, ата мен ана көлікті алатын болдым, гелик ваген бар ғой, осыны алатын болдым. Бұның бағасы қанша? 70 миллион ғой, 75 миллион. 75 миллион? Мәссаған, 75 миллион теңге дейді ғой.
жарайды онда нөміріңізді айтып жіберіңіз, мен қазір сізге Каспиіңізге ақшаны аударып жіберейін онда. 775 780. О, болды, рахмет сізге де. Достар, мен ақшасын аударып жібердім бар ғой. Так, кеттік алдан көлікті қарасаңыздаршы. Мәссаған, қазір мен мама мен папаға барып мақтанбайын ба, енді мен сендерге ақша бермеймін, отырмайсың көлігіме деп. Содан есігімде жауып кетейік достар. Мәссаған, мен гелик алып алғансың ғой достар, ойлаңыздаршы, кім ойлайды дейсің ғой, Андрей деген байып гелик алып алады деп. Кеттік ал достар үйге барып мақтанбаймыз мама мен папаға. Анау жүрегін қарасаңыздаршы. Вау достар, жүрек өте қатты күшті да достар. Давай кеттік достар. Бізге қай жақтан барамыз достар. Давайте ойбай жүріп кетейік достар. Мен қазір мен видеоны бар ғой, үйге жетіп алайын, сол кезде қосам видеоны. Так, кеттік ал. Так, кеттік ал. О достар, кеттік алға қарай. Мына қоңырауды шала беретін кім? Қайсы өреңге мына қоңырауды шала беретін бар ғой?